Шай ішкесін әжетке көп жүгіретініміз бар. Сағаттап шай ішкендер тіпті түнімен далаға шығады. Су ішкенде не сусын ішкенде олай бола қоймайды. Ендеше шайдың не құдіреті бар екен? Оның арықтауға, сұйықпен бірге майды да айдап әкетуге күші жете ме екен? Соны қарап көрелік. Әлемде шайдың түрі көп. Кәдімгі өзіміз ішіп жүрген қара шайдан бөлек сан түрлі шай бар. Оны халық әрқалай ішеді. Бірі аспен ішсе, енді бірі бөлек отырып ештеңемен араластырмай өзін ғана ішеді. Шай пайдалы сусын. Құрамында дәрумен мен қабынуды басатын флавоноид сынды пайдалы қоспалар бар. Мұндай қоспа адамды қабыну мен аурудан қорғауға көмектеседі. Әсіресе диабет пен жүрек ауруын болдырмайды. Шайдың құрамындағы осы флавоноид қоспалар энергия мен калорияны жағуға да көмектесетін көрінеді. Мәселен, катехин атты флавоноидтың калория жұтатын қасиеті бар көрінеді. Калориямен бірге майдың да еріп кететіні түсінікті.